біз бүтілке. Мен жарық жықтамын, бірақ қазір көлеңке. Өзім жалғызбын бұл бөлмеде, көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтатын ауың не, түрің не, өзіңнің жауың өзің деп. Сен өзіңнің наның тауып же, жасың 30-дан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа көже, қыздарды мыжып, мас күйде жымышы. Алма қалала сондықтан жуып же, жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде, мен ақша ал анам немере күтуде. Аз қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің ертең үзес, ертеңге сенбесең, бүгінгі өзіңді жеңбесең, не болады сенімен ертең? Не болады сенімен ертең? Егер қатеңді түзесең, ертеңде өзгерсең, бұл күнде бәріне төзбесең, не болады сенімен ертең? Не болады сенімен ертең? Sonunda үйге келдім, басқа жерден орын таппайтының оғыстан-ақ белгілі. Басымды жоғалтпаппын қанша жатсады шегіліп, мен өзімді жетістікке тастадым шегелеп. Уақыт өте келе өсе келе басқа ескірет, кеше қымбат болған заттар ескірет. Жоқ ешқандай секрет, сахнада секрем, маған айт ешкімге өмір жазбапты екі рет. Сондықтан анамның әрбір көз жасы бекер емес, әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Ей Ануар, мен жалғызбын деген не, сенімен жаратқан отбасың келес. Мен таудан да биікпін, менің басым бұлттарға тиіп тұр. Алып кетем заттардың бәрі маған тиісті, бөлмеме кіріп кетіп бүкіл елге шығарам иісті. Мендегі кейстерге олардың сыймайды ақшасы, ақшасы сен құлсың, ақшамен патшасың. Не дегенмен кем дегенде ақшамен сүрт көз жасың, көп ұттай бермей мына өлеңге сөз жаз. Қайдан білесің, мүмкін қайдың өзі тілектесің, артыңнан үнің келе тілесіп алсың күлесің. Күндіз көңіл күйде, түнде шындықпен бетіңді тілесің. Ақша ақша деп үйге қашан келесің?